Оқушылар, қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсыновтың егіннің бастары мысалы. Оқулықтарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Яғни, бүгінгі сабақтың бағалау критерийлері шығарманың фабуласын мазмұндап, сюжеттік дамуын сипаттайды. Яғни, шығарманың мазмұнын анықтаймыз, оған жоспар құратын боламыз. Ал екіншісі, кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашады. Яғни, кейіпкерлер жүйесін талдаймыз. Ендеше балалар, мына алдарыңыздағы суретте не бейнеленген? Бірінші және екінші сурет. Егін алқабы бейнеленген және осы егін алқабында жүрген әкесі мен баласы бейнеленген. Суретке қарап, жаңа шығарманың кейіпкерлері кімдер болады деп ойлайсыңдар? Яғни, бидай, әке және бала. Мінекей, біздің жаңа шығармамыздың мысалдың кейіпкерлері осылар екен. Ендеше балалар, оқулықтың 88-ші бетінен егіннің бастары мысалын оқып шығыңыздар. Балалар, егер Ахмет Байтұрсыновтың осы мысалын оқып шыққан болсаңыздар, бұл мысал адам бойындағы адамгершілік, адамдық, имандық қасиеттерге жол сілтейтінін байқасақ болады. Яғни, бидайдың қылықтары арқылы адам бойындағы тәкаппарлық қылықты жоюды мақсат тұтады. Адамгершілік қасиеттер дегеніміз, бұлар үлкенді сыйлау, әдептілік, имандылық, кешірімділік, қарапайымдылық, өзгелерді түсіне білу. Міне, осы қасиеттер адам бойынан әрқашан табылу керек. Яғни, адам қаншалықты иманы зор, адамгершілігі мол болатын болса, ол соншалықты қарапайым келеді екен. Ал бойында ақылы жоқ, ойында иманы жоқ адам әрқашан тәкаппар қылықтарға бой алдырады екен. Ендеше, бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Шығарманың сюжеттік өрбуін жазыңдар. Балалар, шығарманың композициялық құрылысы 6 бөлімнен тұрады, Шығарманың басталуы, байланысуы, шығарманың дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі және шешімі. Яғни, оқиғаның бірінен кейін бірі не болғанын осы бөлімдер арқылы жазып шығамыз. Мысалы, шығарманың басталуын, ең алғашқы шығарманың басталуын мен былай жаздым. Әкесі мен баласының егін басында қыдырып жүруі. Яғни, әрбір жоспарыңызды балалар тұйық етістікпен аяқтап отырасыздар. Жүруі. Әрі қарай осылай жалғастырып, шығарманың өрбуін әрі қарай жазып шығыңыздар. Балалар, бірінші тапсырманы болсақ, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Бұл тапсырмада біз кейіпкерлер кестесін толтыратын боламыз. Яғни, егіннің бастары мысалындағы кейіпкерлерді талдаймыз. Бұл шығарманың кейіпкерлері әке, бала және дәні жоқ бидай. Осы кейіпкерлердің екінші графаға іс-әрекетін жазамыз. Үшінші графаға ол кейіпкердің мінезіне баға бересіздер. Яғни, бірінші әке кейіпкерін мен талдап қойдым. Осы мысалды үлгі етіп қараңыздар. Мысалы, әкенің іс-әрекеті әке баласына екі бидайдың айырмашылығын түсіндіріп,
тәкаппарлық мінезден аулақ болу керектігін айтты. Яғни әкенің осы шығармадағы іс-әрекеті осылай болды. Ал менің ойымша, егер мен әкенің іс-әрекетін бағалайтын болсам, менің ойымша әке баласына адамгершілік қасиеттерді насихаттау арқылы өз бойындағы адамдық мінезді танытты. Яғни баласына бидай арқылы үлгі көрсетті десек болады. Дәл осылай бала мен дәнсіз бидайдың іс-әрекетін және оған өз берер бағаңызды жазып шығасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы шығарма кейіпкерлерін анықтайды, әр кейіпкердің іс-әрекетін анықтайды және әр кейіпкердің образын ашады. Ендеше балалар, екі тапсырманы сіздерге орындауға сәттілік болғаннан кейін мына сұраққа жауап беріңіздер. Мен егіннің бастары мысалынан не түйдім? Осы сұраққа бір сөйлеммен жауап беріңіздер. Ендеше балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.